айтқанда капельница қою, ешкіге капельница қою, әлсіреп қалған ешкілерге капельница қою. Екі жұмыртқа көріп отырсыздар. Соның не үшін бұлай екен? Жасанды жұмыртқа менен шынайы жұмыртқаның айырмашылығы мінекей. Мынау бордақыдағы қойлар. Осылай кіріп қозылар жейді, ал қойлар кіре алмайды. Ассалаумағалейкум құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Біз бүгін сіздерге тауықтар жайлы, ешкілер жайлы қызықты мәліметтер және пайдалы кеңестер ұсынатын боламыз. Бұлай болса, алдын ала осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, басқа адамдардың көруіне себепкер боларсыздар деп сізден. Солай болса, жалғастырамыз. Ең әуелі айта кеткім келіп отырған бір жайт. Ол қазір көктем кезі, көктем айында ешкілер төлдегеннен кейін бірден көбіне тамақтан бас тартып, өздері әлсіреп, сондай болып қалады төлдегеннен кейін. Және сондай жағдайларда көп адамдар уақыттан ұтылып қалады, уақыттан ұтылғаннан кейін ешкіден де айырылып қалу қаупі бар. Сол себепті ешкілерге лайықты түрде дер кезінде көмек көрсету үшін сіздерге осынан бір жыл бұрын бір видео әзірлеп дайындап осы YouTube каналымызға салғанбыз. Сол видеодағы кеңестерді көрсеңіздер, құлақ ассаңыздар дейміз. Яғни ол деген сөз мынау ешкінің ешкіге тамырдан қанға, яғни былайша айтқанда капельница қою, ешкіге капельница қою, әлсіреп қалған ешкілерге капельница қою. Ол жақсы, жылдам, тез көмектеседі. Әсер етуі өте жақсы. Яғни тамақ жемей тұрған, жем жемей тұрған ешкілердің тәбетін ашады деген сияқты. Сол видеоның сілтемесі осы видеоның комментарий бөлімінде болады. Міндетті түрде қарап көріңіздер, капельницаны қалай беру керек, қай жерден беру керек, қандай тамырға ол қалай жұмыс жасайды деген сияқты. Қанша беру керек, дәрілердің аттары бәрі сол видеода міндетті түрде болады. Ал енді біз осы видеоның негізгі тақырыбына келетін болсақ, көріп тұрсыздар, бізде азын-аулақ қана тауықтар бар. Мінекей олар. Әтеш бағанадан бері шақырып тұр. Мінекей тауықтар. Дала ағылпа қар. Анау көкпен жабылып тұрған ол біздің шөбіміз. Пресс шөптің жиналған. Анау біздің аймақ. Омақ емес, мына жерде қадалар тұрған, ол жерде бұрын қоршау болған. Сосын алып тастағанбыз. Сонымен тауықтардың есігі мына жақта. Жаңа ашып қойып едім. Мінекей тауықтар. Бұларға қыстың күні қазірде жұмыртқалап тұр. Екі жұмыртқа көріп отырсыздар. Соның не үшін бұлай екенін, не үшін қыста жұмыртқалап тұрғанын сіздерге қазір түсіндіретін боламын. Қыста жұмыртқалаудың құпиясы осы жерден басталады, яғни бұл біздің жем сақтауға арналған қоймамыз. Бірақ әңгіме жемде емес. Әңгіме тауықтардың жаздағы жұмыртқасының мынандай қабықтарын жинап қоямыз. Қазір сіздерге көрсетейін. Мінекей. Осыны тауықтарға қыста береміз. Сонда тауықтар жақсы жұмыртқалайтын болады.
Ең бастысы әрине температура. Егер де қорадағы температура салқын болса, ол бәрібір жұмысқа болмайды. Бұл жерде витамин тапшылығын, жетіспеушілігін болдырмау мақсатында біз солай жасаймыз. Қазір былтырда біздің тауықтар жұмыртқалаған, бірақ бір кемшілігі болды. Былтыр өзінің жұмыртқаларын өздері жеп қоя берді. Яғни витамин тапшылығы болды да. Ал енді биыл жұмыртқаларын жемейді. Мен бұл тауықтарды сатып алған, былтыр балапан шығарған. Балапандар осылардың арасында, бірақ өсіп кеткен екен. Қайсысы балапан, қайсысы тауық екен қазір бір көргеннен ажырату қиын. Анау тұрған кішкентайлары балапандар. Қазір көрсетейін, жақындатып. Мына тауық көріп басқан, анау аржандағы сарысы, соның балапаны, кішкентайлау болып тұрған сары. Мынау шұбар да соның балапаны. Ал енді тағы бір құпиямен бөлісе кетейік. Мінекей мынандай жұмыртқа. Сіздерге екі жұмыртқа сияқты көрінгенмен, мынау жұмыртқа емес. Мынау жұмыртқа ақ, нағыз жұмыртқа, ал мынау пластик жұмыртқа. Қазір көрсетейін. Жасанды жұмыртқа менен шынайы жұмыртқаның айырмашылығы мінекей. Мынау шынайы жұмыртқа, салмағы да ауыр сияқты. Ал енді мынау жасанды жұмыртқа. Мінекей, көріп тұрсыздар. Тесігі бар, мынау пластиктен жасалған. Мынау пластик. Мінекей. Мындай қысылады. Пластик жұмыртқа. Бұны не үшін қойып қойғанбыз? Бұны әрине біз сатпаймыз, бұны қуырып жемейміз, бұны пісірмейміз. Бұны тек тауықтарды алдау үшін. Тауықтар алдын өзінің жұмыртқасын өзі жеп қоя берді. Содан кейін осындай жұмыртқа сатып алып келіп қойдық. Оның бағасы шамамен 5-6 жұмыртқаның бағасына сәйкес келеді. Ветаптекалерде сатылады. Жасанды пластик жұмыртқа. Форма жағынан енді адам айыра алады ғой, бірақ тауықтар өздері ажырата алмайды. Бір-екі рет шығып көреді, сындырғысы келеді, жарғысы келеді. Болмағаннан кейін қояды ғой. Содан кейін уақытылы жаңағыдай витаминдер жеп тұрса, болмаса жақсы тамақтанып тұрса, сынып қалады деп те қорықпайсың. 5-6 жұмыртқаның бағасы кетеді, ақшасы кетеді, бірақ қаншама жүздеген жұмыртқаны алып қалуға болады. Әрі ол сынбайды, жарылмайды. Солай. Не болды, ақтес? Қой қора жаққа бір барып кетейік. Қой қораны сіздерге тағы да бір көрсетіп кетейін. Ал содан кейін видеоны тамамдайтын боламыз. Қойлар қазір далада. Бұл жерде қозылар ғана қалған. Мына қой бүгін қоздап қалған. Мына қой қоздап қалған. Мамаларын қазір келеді. Анау қой. О қой да қоздап қалған. Мұнда ешкілер. Мына жерде де ешкілер. Бар. Әлі уақтамаған ешкілер. Бағанағы көргендеріңіз жол қорада олар уақтаған ешкілер болатын. Сауылатын ешкілер болатын, олар әлі уақтамаған ешкілер. Олар бордақыдағы қойлар. Семіртуге қойылған қойлар. Мінекей.
Жалпы қораны біздегі тұрмыс тіршілікті көрдіңіздер. Енді комментарийге жаза кетсеңіздер деймін. Не туралы видео, қандай видео көргілеріңіз келеді. Тиіш талыңдаршы. Видео түсіріп жатырмын YouTube'ға. Мынау қозы бүгін қоздаған. Мынау қоз кішкентай. Ар жақта мына жерде қозылар кіріп жем жейтін орын. Ар жағында. Қазір жемі қалды ма екен? Жем бітіріп тастағанша. Бағана салып қойып едім, бітіріп тастапты. Шөбін де бітіріп тастапты. Бәрін бітіріп тастапсыңдар ғой. Мінекей. Осылай кірет астына кіріп кетеді. Қозылар кіре алады. Салған жоқпын жем? Жоқ, салған жоқпын. Осылай кіріп қозылар жейді. Ал қойлар кіре алмайды. Қойлардың ауасы мына жақта. Мінекей. Мына жақтан жейді. Жақсы, осымен видеомыз тамам. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше.